дедік қой. Енді ферритиннің өзі бір круг ретінде қалқанша безінің жұмысына баяулатады. Ағзада ТТГ-ға әсер ететін екі гормон болады. Т3 триетиронин және Т4 тироксин дейтін гормондар. Ал ол гормондардың синтезін жүргізетін тиропероксидаза дейтін фермент болады. Ал ол фермент төмендеуіне қандағы железа қатысады. Енді былай айтатын болсақ, железа төмен болса, тиропероксидаза төмендейді. Ол тиропероксидаза төмендесе, Т3, Т4 гормондары төмендейді. Ал ағзада қанда Т3, Т4 гормондары төмендейтін болса, онда ТТГ гормоны жоғарылайды. Соның нәтижесінде қайтадан ферритиннің қалқанша безі ферритиннің төмендетсе, ферритин де қалқанша безінің қызметін қайтадан